Сәлем достым, сен Стерлин, қалайсың достым? Сені көріспей көп болды ғой, сен сағынып кеттім, қатты сағынып кеттім. Бүгінгі видеода енді екеуміз бірге ойнай алмаймыз. Осы сенімен бірге отырып, бірге ойнана, бірге әңгімелесуді сағынып кеттім. Уже менің каналымда видео шықпағаны көп болды. Кешірім сұраймын сенен видео шықпағаны үшін. Сен де мен сағынып кеткен шығарсың, енді мен сен сағынды, сен де мен сағынды. Наконец-то видео шығарып тұрмын енді бүгін. Бұл видео бізде ойын емес, жай ғана әңгіме. Өзім жаңалықтарым туралы айтатын боламын саған. Вообще өзің қалайсың, өзің жағдайың жақсы ма сенің? Бірге болса бетпе-бет отырып әңгімелесіп жатқанымызға қуаныштымын өте. Ал давай бастайын мен осы видеомды, әңгіме видеомды, разговорный видеоны. Неге видео шықпады десең, ұзақ бойы, уақыт бойы видео шықпады десең, просто мен жаңа мектепке түстім, КТЛ-ға түстім. КТЛ деген білесің шығарсың, қазақ түрік лицейі. Қазір уже бил болып кеткен, білім инновация лицей болып кеткен. Соған түстімді, сода прям таңертеңнен кешке дейін оқиды екенмін. Ойлашы, таңертең 6-да тұрамын да, 6-да тұрам, 6:30-да шығып кетем. Сосын 8-де завтрак болады, сол мектепте айтпақшы, завтрак тегін емес енді. Айына 9.000 төлейміз. Сөйтіп береді бізге, таңғы ас береді, түскі ас береді, сосын бесік шай береді, полдник. Сөйтіп 8-де таңғы ас, одан кейін 9-да сабақ басталады. Одан кейін вообще сабақтардың бәрі общий 5:30-да бітеді. 5:30 ойлашы. Еще мен үйім одан алыс. Ол мектеп қаланың ар жағында, мен болсам вообще басқа қалада. Менің үйім басқа қалада неге. Мен Алматы облысында тұрамын да, Алматы облысы. Ал болса Алматы қаласының ар жағында вообще. Ойлашы, қандай ұзақ сен. Сол мектепке 2 сағатта жетемін. 2 сағатта жетемін, 2 сағатта қайтып келемін үйге. Сөйтіп видео түсіруге уақыт болмайды, өзім де шаршап келемін да мектептен. Видео түсіруге уақыт болмайды. Енді кеше негізі видео түсіруге тырыстым. Видео түсірейін десем, қасымда стиралка да, машина, анау компьютердің қасында стиралка бар, стиральный машина. Сол жүріп ана жұмыс істеп кетті да, стиральный машина. Өзім емес енді, әрине. Үйдегілер қосып қойды да соны киімдер жуу үшін. Сөйтіп сұрамай қойдым. Саған жаман болмау үшін өшіре салдым. Стиралканың дауысын естімеу үшін. Одан кейін барып стиралка жұмыс істеп болған соң тағы түсірейін десем, қонақ келіп қалды. Қонақ, ойлашы. Сөйтіп сұрамай қалдым кеше. Ал бүгін түсірейін десем, менде настроение онша емес болып тұр енді. Болады ғой әртүрлі факторлар ше, бір әртүрлі себептер болады, содан настроением түсіп қалады, сөйтіп ше. Үйдегі жағдайлардан, отбасылық жағдайлардан, мектептен де онша болған жоқ ондай нәрсе. Да, көшеде әртүрлі факторлар болады ғой жан-жағында. Сендерде болатын шығар, кейде настроением түсіп қалады. Енді солай бірақ настроение қарамай саған видео түсіруге тырысып жатырмын. Екеуміз осылай әңгімелесіп ойнап отырсақ енді соған не жетсін енді, содан настроением көтеріледі ғой енді. Сен де шығар, сен де деген үміттемін. КТЛ, в общем, КТЛ қандай дейсің? КТЛ туралы айтып кетейін саған кішкене. Тағы да айтып кетейін. Хотя болды, басқа нәрсе айту керек емес шығар, КТЛ туралы, жаңа мектеп туралы. В общем, келесі айтатын нәрсе, менде туған күн болады қыркүйектің 10-шы, уже бүгін 7-сі, қыркүйектің 7-сі, қарап отырмын датаға, времяға. Қыркүйектің 10-шы болады менің туған күнім. Сол туған күнде не істесем болады, комментарий жазып кетсең, мен өте қуанышты болатын едім саған. Комментарий жазып кет, бір стрим жасайын ба, не түсірейін, не істейін. Стрим жасауға уақыт жетпейді, Ол қандай күн екен? Демалыс болса енді стрим жасайтын емес. Стрим жасасам күшті болады, сенімен бірге әңгімелесіп ойнап отырсам күшті болады, рахат болады. Бірақ енді уақыт болмауы мүмкін. Егер сабақ болатын болса ол күні, енді айттым жаңа 9-дан 5-ке дейін болады. Ал оған тіпті жолдың уақытын қоспағанда. Түсіндің? В общем, давай. Туған күн айттым. Туған күнде не істесе болады екен, соны жазып кет комментарийға. Айттым. Жаңа видео туралы айтайын саған. Осы комментарийда мана әртүрлі нәрсе түсірші деп жатыр да. Біреулер Horror Brawl түсірші дейді, біреулер Hello Neighbor түсірші дейді, біреулер Clash of Clans түсірші дейді. Әртүрлі нәрселер түсір деп жатыр да. Қайсысын түсірерін білмеймін ғой, еще түсірейін десем менде уақыт жоқ вообще. Еще үлкен жауапкершілік қой ютубер болу деген. 1500 подписчигі бар ютубер болудың өзі оңай емес екен негізі. Мен ойлағаннан да оңай емес екен. Енді бірақ енді кайфол, енді прям сен ойлап қалма, мен өзімді қинап тұрып через себя істейді деп ше видеоларды. Әрине мен өзім жақсы көремін осы ісімді, осы істен кайф аламын, әсіресе монтаждағаннан видеоны. Және де Нұрлан Қаламды айтпақшы, жаңа видео шықты лайфхактармен, сонда тексеретін боламын, жақында демалыста ма білмеймін, әйтеуір. Уақыт болса соны түсіріп саған көрсетуге тырысатын боламын, сенің көңіл-күйін көтеру үшін сол видеомен. Енді маған түсіністікпен қарайсыңдар деген үміттемін. Шаршадым, қазір шаршап отырмын негізі, бірақ шаршасам да сенімен бірге әңгімелесуге ниетім бар. Сенімен бірге әңгімелеспесем біртүрлі сезінемін өзімді.
Сен бірге болса отырмасам бетпе бет. Сен сағып баттың ғой енді. И шыр айтатын өзім қазір прическа нормальный ма, бірақ прическа онша емес негізі. Онша тұра түзеймін әлі. Просто ол менде қалай айтсам болады. Неудачный дубль болып қалды. Қайтып түсетін боламын сосын. Ертең ба, кейін ба. Әйтеуір бір кеште 2 рет жууға болмайды басты деп айтқан маған папам. Так что осылай. Қазір урод болып отқан шығармын, иә, сенің алдында. Ештеңпен жар енді екеуміз. Ештеңпен жар. Жар енді. Сен де бәрі жақсы деген үміттемін. Саған бұл видео ұнады деген үміттемін. Сен алаңдап отырсаң, маған алаңдап отырсаң, алаңдама, ойындама. Аманмын, дін аманмын. Сен де жаңа видео шыққанға дейін екеуміз бірге көріскенше аман сау кездесеміз деген үміттемін. Енді мен де барып ұйықтайын енді. Тезірек ұйықтап таңертең тұру керек, ертең. Сен де ертең таңертең оқитын шығарсың, иә, мектепке. Мектепке барып, енді жолың болсын саған. Сабағың жақсы оқы, 5-ке оқы. Денсаулығың мықты болсын. Сен бір қоштасып қалай айтып отырмын ғой. Ешқандай печалька емес енді. Ой, бәрі нормально. Просто жаңалықтарды айтып қалған ғой. Бәрі нормально, ештеңе өзгеріп жатқан жоқ каналымда. Кәдімгідей бұрынғыдай видеолар түсіретін бол. Ойындар тек уақытың болса енді кішкене сирек шығуы мүмкін видеолар. Енді достым, бұл видеода ұнады деген үміттемін саған. Енді осы каналда бірінші екеуміз осылай бетпе-бет отырып сөйлесіп отырмыз ғой. Өйстіп сөйлессек күшті болады екен негізі. Маған ұнап қалды осылай сөйлескен. Осындай видеоларда көбірек түсіріп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Әңгіме айтатын видеолар. Кәдімгі әңгіме айтатын. Енді сенімен бол мен Стеллин. Саған жолың болсын. Сау бол. Сен бірге көріскеніме өте қуаныштымын. Настроением көтеріп қалды сенімен отырғанда. Сен қимай отырып ше. Жаңа видео шыққанға дейін күтесің деген үміттемін. Ешқайда кетіп қалмайсың деген үміттемін. Активность түсірмейсің деген үміттемін енді. Екеуміз дос болса енді. Қарашы, мысалы, айтпақшы тағы бірдеңе айтуым мүмкін. Осы бүйтеді де кейбір көрермендер маған айтады, типа, мынандай ойын түсірші дейді, маған айтады былай. Бетіме жаба салады. Бетіме жабады дегенде бетіме былай келеді, мына ойынды ойнашы деп маған көрсетеді де. Сөйтіп тағы оған емес тағы бүйтіп тағы біреу көрсетеді, сосын тағы біреу келсе талпа да алдымда талпа адамдар соны бәрі бүйтіп бетіме тықпалап отыр өздерінің телефондарына комментарийлерден былай көрсетіп ше. Мына ойынды ойнашы, жоқ, мына ойынды ойнашы деп ше. Қай ойынды түсірерімді білмеймін ғой мен. Сосын біреуді түсірсем, екіншісін түсіре алмай қалсам, екіншісі маған ренжиді да отписка жасаймын дейді саған. Сен маған өзі доссың ба деп айтуың керек қой саған ше. Мысалы сен досың сенің өтінішін ше орындауға вообще мүмкіндігі болмаса, сен оған ренжіп оны сатып кетпейсің ғой, тастап кетпейсің ғой, саған ренжидім де кетші бар деп тастап кетпейсің ғой. Енді екеуміз де дос болса енді почти жан достарымыз. Или жан достарымыз ба итак та. Жан достарымыз ғой енді екеуміз. Сен сатып кетпейтін шығарсың мен. Сенің өтінішіңді орындамасам. Енді ондай емес шығарсың, адалсың ба? Жақсы баласың ғой сен. Жарайды, давай осымен видеоны аяқтайық. Мен де шаршап кеттім, сен де шаршаған шығарсың. Кеш болып тұр қазір, кеш. Енді кейбір қалаларда кеш емес шығар, бірақ менде кеш, мен Алматы облысында тұрамын. Жарайды, көп сөйлемейін. Сен мен Стеллин. Сау бол, жолың болсын.